Науқасқа өз қанын құйған хирург. Авторы Бөріхан Тәмен. Сырдария облысының орталығы Гүлстаннан 40 шақырымдай жердегі Ворошилов аудандық ауруханасының бас дәрігері Олекке біреулер қоңырау шалып, өздеріне өте ауыр халдегі бір тракторшының ес-түссіз жеткізілгенін хабарлап көмек сұрады. Бұл уақытта Олег Исаевич облыстық ауруханадағы хирургия бөлімінің меңгерушісі болатын. Совхоз гаражының ішінде бульдозеріне су құйып тұрған тракторшыны биік жерде қарама-қарсы тұрған екінші бір трактор орнынан қозғалып кеткен күйі қысып қалыпты. Соқтығысқан екі трактордың ортасында қысылып қалған жанның аузы, мұрны мен құлағынан да қан кетіп, ес-түссіз жатқан көрінеді. Осы жайды айта келе бас дәрігер: сіздердің көліктеріңіздің жайы болмай қалама деп, манағы бір әзірде жедел жәрдем машинасын жібергенмін. Ол қазір сіздерге барып та қалған болар. Мүмкіндігінше тезірек келіп, әлгі бейшараға көмек беріңіздерші. Өзіміздің хирургтер оны өледіге санап, ота жасауға баталмай отыр, деген еді. Аудандық дәрігердің меселін қайтармаған Олег өзінің тәжірибелі деген екі хирургын Ворошилов ауданының орталығы Янгер қаласына аттандырып, өзі кезекті операциясына кірісіп кеткен. Арада 3-4 сағаттай уақыт өткенде, операциядан шыққан бұл манағы Янгерге аттандырған хирургтерінің келіп қалғанын көрді. Я, айта отырыңдар, манағы тракторшының жағдайы қалай болды? Деген мұның сұрағына басын шайқаған екі хирургтың бірі институтта бірге оқыған өзбек курстасы Жорекең. Науқастың жағдайы өте қиын. Қан қысымы мүлде жоқ деуге болады. Шамасы екі трактордың сыққанынан ішкі диафрагмасы мен асқазаны да жарылып, өкпе, бауыр мен жүрек жан-жақты бүлдірілгені анық. Ол отаның ұзаққа созылатын белгілі. Көп қан жоғалтып, қысымы мүлде төмендеп, ес-түссіз жатқан науқастың мұны көтере алмасын білгендіктен, оған ота жасауға болмайды деген қорытындыға келдік. Бары осы. Ендігі уақытта ол тракторшы өліп те қалған болар, деген курстасы Жорекең сенді сөзіне. Бұл не дей қойсын? Арада тағы біраз уақыт өткенде өзіне және қоңырау шалған янгерлік бас дәрігер: Олег Исаевич, осылайша қашан өледі деп науқастың бетіне қарап қол қусырып отыра береміз бе? Өзіңіз келіп бір амалын жасаңызшы. Дәрігерлер көмек көрсетпеді дегеннен гөрі қолымыздан келгенше әрекет етіп бағайық та. Ең болмағанда арымыз таза болады ғой, деді шыр-пыры шығып. Жарайды, мен қазір бір науқасқа ота жасауға кіріп барамын. Одан шығысымен, яғни бірер сағаттан соң саған қарай шығамын, деді нық сөйлеп. Операциядан шыққан Олегтің өзіне келіп тұрған аудандық жедел жәрдем көлігімен жүргелі тұрғанын көрген курстасы Жорекең: сәл тұра тұрыңыздаршы, деген қалпы Янгерге қоңырау шалып, ауыр халдегі тракторшының жағдайын тағы сұрады. Тұтқан орнына қойып: ойпырмай, мынаның жанының сірісін-ая, ол тракторшы әлі өлмепті, тірі екен, деп бас шайқаған Жорекең таңданысын жасыра алмады. Янгердегі аудандық ауруханаға шұғыл жеткен бойда науқастың хал жағдайын зерттеп білген Олег ота жасау керек деген ұйғарымға келді. Ол үшін әуелі ауыр жағдайда жатқан жанға қан құйып, қан қысымын қалыпты жағдайға жақындатуымыз керек. Сосын барып ота жасаймыз. Өйтпеген жағдайда ұзаққа созылатын ауыр отаны науқастың көтере алмасы анық, деген мұның сөзінен соң сол жердегі дәрігерлеріне тиісті тапсырмаларын берген бас дәрігер Олегті шай ішуге шақырды. Өйткені мұның жұмыстан шыға сала осында шұғыл түрде жеткендіктен ас ішіп әлденіп алуға уақыты болмағандығы белгілі болатын. Бұл ауруханаға кіре бергенде жолын бөгіп: бар үмітім сізде. Қолыңыздан келген көмегіңізді аямаңызшы. Өлмесем қарыздар болып қалмаспын. Ол өлсе шеттей бала-шаға мен қарт әке-шешесін жалғыз өзім қайтып асырамақпын. Күйеуімді құтқарыңызшы, жалынамын. Құдай үшін құтқарыңызшы, деп боз бораны шыға еңіреген жанның зары құлағынан әлі кетпеген Олегтің шайға қайдан зауқы болсын. Көп кідірмей басталып кеткен операция ұзаққа созылып, сағат түнгі 2-ге таяу аяқталды. Науқастың ішін ашқанда шынында да Жорекең айтқандай
асқазан мен диафрагманың қатар жарылып, ішкі қуыстың бәрін бүлдіргені белгілі болды. Ота жасаудың соңына қарай кенеттен қан құю қажет болып, группасы өзімен сәйкес келгендіктен Олег Исаевич сол жерде тікелей жалғап, өзінен қан берді. Сәтті аяқталған ауыр отадан қан беріп, қатты қалжырап шыққан Олег жуынып, шайынып болып, «Ал, жолдас бас дәрігер, манағы шақырған шайыңызды енді асықпай ішуге әбден болады», деді күлімсіреген күйі үстінен ауыр жүк түскендей жеңілдеп. «Қыздарымыздың сізге дайындаған шайы дайын, сіздей қолы алтын мейірбанды адамнан аяған дүниесі құрсын», деген бас дәрігер қуанышын жасыра алмай елбелектеп жүр. Қайтар кезінде Олег жансақтау бөліміне кіріп, отадан шыққан жанның жағдайын тағы бір тексерді. Қан қысымы да, дене қызуы да қалыпқа келе бастағанына қанағаттанып, сыртқа шыққан мұны манағы науқастың әйелі әлі күтіп жүр екен. Өзіне не айтар екен дегендей жаутаңдап, қауіптене қараған әйелге жүзінен шуақ шаша күлімсірей қарап, «Қауіптенбеңіз, қорқыныштың бәрі артта қалды. Жолдасыңыз өмір сүретін болады», деді нық сөйлеп. Еңіреп қоя берген жан мұның қолынан жібермей қайта-қайта сүйіп рахметін жаудырып жатты. Жедел жәрдем машинасымен облыс орталығы Гүлстанға келген кезде сағат тілі түнгі 4-ке таяп қалған еді. Ендігі қалған 3-4 сағат ұйқыны кабинетта ұйықтай салармын деген оймен көліктен аурухана аумағында түсіп қалды. Алдынан шыққан күзетші мұның бейсуыт жүрісіне таң қалып, жағдай сұрасып жатты. Түрмедегі жаза мерзімін өтеген жан осы ауруханадағы медбике жесір келіншекпен тұрмыс құрған. Оның осында қарауылдыққа тұруына да Олег Исаевич жәрдем берген болатын. Кабинетіне ере кірген жан мұның алыс жолдан шаршап келе жатқанын біліп, осында шай әкелейін деп құрмет көрсетті. «Пейіліңізге рахмет. Мен үшін қазіргі ең үлкен арман алаңсыз ұйықтау болып тұр. Кеше де, түнде де жол апатына ұшырағандарға тез арада ота жасау керек болып, жөнді ұйықтай алмаған едім. Соның өшін қазір алғым келіп тұр», деген мұның сөзінен кейін ол көп кідірмей кетіп қалды. Терең ұйқыға кетіп, түн ішінде қысқы суықтан тоңази бастаған ол, өзіне әлдекімнің одеял жауып, денесін қымтап жатқанында еміс-еміс біледі. Таңертеңгілік өзін оятып, «Олег Исаевич, тұрыңыз, дәрігерлеріңіздің де келетін уақыты таяп қалды. Енді менің шайымнан бас тарта қоймассыз деп ойлаймын», деген күзетшінің ерекше көңілді екендігі білініп тұр. Түнде өзіне қамқорлық танытып, жамылғы жапқан да осы кісі екенін сұрап білді. Шайдан кейін шамалы сергіп алып, Яңгердегі ауруханаға қоңырау шалды. Трубканы көтерген кезекші дәрігер түндегі ота жасалған азаматтың өз-өзіне келе бастағанын, яғни кешегі берілген наркоздың күші кеткеннен кейін көзін ашқанын хабарлады. Таңертеңгілік бас дәрігердің кабинетінде өткізілген шағын лездемеден соң, оның кабинетіне кірген Жорекең кешегі бұлзершінің жағдайын сұрады. «Тамыр, жағдай қиын, өте қиын. Ол кеше операция үстінде қайтыс болды. Сол жерде айқай-шу көтерген оның туысқандары қырғын төбелес шығарып, өзім терезеден әрең қашып шықтым. Әсіресе милицияда істейтін капитан ағасының мінезі жаман екен. Пистолетмен мені атып тастаймын деп төбемнен оқ атып жұлқынғанда сұмдық болды. Қараңғыда алды-артыма қарамай безектеп қашып, ол жерден қарамды батырдым. Қазір мені іздеп осында келіп қалама деп те зәрем ұшып отырған жайым бар», деді қайтер екен дегендей қорыққан болып. «Оның тірі қалуының әсте мүмкін емесін кеше айтқан едім ғой мен саған. Бірақ адамның айтқан сен тірі тыңдайсың ба? Әрдайым осылай істейтін әдетің бар ғой, енді не болды? Егер оның бұзақы ағасының қолына түсіп қалғаныңда не болар едің?» деген Жорекең бұған шабыттана шалқып, біраз ақыл айтып, саяси сабақ өтті. «Жарайды, ендігісінің бір мәнісі бола жатар. Енді жұмысымызға кіріселік» деп одан әрең құтылғандай болды ақыры. Күнделікті жұмыстың күйбеңімен жүріп, күннің де кешкіріп қалғанын байқамапты. Қайтуға жиналып жатқанда кенет көрші бөлмедегі телефонмен даудырап сөйлесіп жатқан Жорекең даусын естіді. «Алло, бұл Яңгердегі аудандық аурухана ма? Кешегі өлген науқастың туысқандары тынышталды ма, қайтты? Не дейді?»
Мен кеше өлген науқас туралы сұрап тұрмын. Немене жөнді естімейсің бе? Тух, мынаны ей, мен саған түндегі ота кезінде өлген тракторшыны айтып тұрмын. Түсінбейтін не деген бәлесің? Деп ашуға ерік берген Жорекең біраз бұрқылдап алды. Бір кезде тілден қалғандай тым-тырыс бола қалған жан әлден уақытта барып, оның кабинетіне қабағы түйіліп кірді. Олег Исаевич, мен сізді еш уақытта өтірік айтпайды деп ойлаушы едім. Енді бүгін мен неге алдадыңыз? Деді ренішін жасыра алмай. Сен де қасыңдағы бірге барған хирург те ол науқасты өледі деп кесіп айттыңдар емес пе? Сондықтан сөздерің далада қалмасын, ең болмағанда 5-6 сағат болса да қуанып жүрсін деп әдейі айттым. Әлде мұным әбестік пе? Дегенде бұған Жорекең не айтарын білмей қалды. Осы істердің куәсі болып жүрген орынбасары Яриев Әлижан. Сіз бүгін атқан оғыңызды 2 рет ондыққа дәл тигіздіңіз, деді риза болып. Арада 5-6 күн өткенде хабарласқан Янгердің бас дәрігері өз-өзіне келіп, есін жиған бүлдізершінің бұны көргісі келіп іздетіп жатқанын айтты. Ертеңіне жұмыстан соң жолға шығып, жансақтау бөлімінде жатқан бүлдізершінің қал-жағдайын көріп, жүрек соғысы мен қан қысымын тексеріп, соңғы анализдерімен танысты. Отаға дейінде ұзақ уақыт ес-түссіз жатқан жанның әлі толық оңала қоймаған көрініп ақ тұр. Әрең сөйлеп өзіне рахметін айтқан жанға көп сөйлеуге болмайтын ескертіп, сыртқа шықса, есік алдында мұны күтіп, қарт анасын ерткен бүлдізершінің әйелі тұр екен. Қарағым, саған көп рахмет, әрқашан сенің амандығыңды тілейміз, деп кеңсеңдеп ризашылық білдірген қария мен келіні рахметін жаудырып жатты. Арада 3-4 ай уақыт өткенде ауруханаға ересек баласын ерте өзін іздеп келген кісіні бұл алғашқыда танымай да қалды. Сөйтсе бұл баяғы янгерлік бүлдізерші дәлірегі Алексей Карлович Шмидт есімді неміс екен. Ота жасалғанда да, кейін барғанда да оның денсаулығына қатты көңіл бөліп, аты жөніне де ұлтына да назар аудармаған Олег енді білді. Қал жақтай сұрасқан амандықтан соң, Олег Исаевич, менің сізді арнайы іздеп келген себебім бар еді, деп күмілжи берген жанның бірдеңені айталмай отырған түсінікті болды. Маған бірдеңе айталмай отырған сияқтысыз ғой. Іркілмеңіз, айта беріңіз, қандай проблема болып тұр, деді оны өзімсіне сөзге тартып. Я, Олег Исаевич, менің сізге келгендегі шаруам былай. Өзімді өледіге санап, басқа дәрігерлер ота жасаудан бас тартқан кезде сіз ажалыма арашашы болдыңыз. Тіпті ота кезінде өзіңізден тікелей жалғап маған қан бергендігіңізді де кейін сол жердегі дәрігерлер мен әйелінен естідім. Сіздің науқастардан дүние дәметпейтініңізді де елден естіп білдім. Әйтсе де мен қарыздар болып қалмай, сіз үшін бір қызмет істегім келіп тұр, деді ол. Мен сізді түсінбей отырмын, мен үшін не істемекшісіз, деді мәселенің мән жайына қанықпай. Ол жағы әзірше құпия бола тұрсын, Олег Исаевич. Тек маған тұрған үйіңіздің мекен жайын айтыңызшы. Мен де өзіме қан беріп, тіпті жан беріп дегендей, өмір сыйлаған жанға бар шеберлігімді салып, бір тосын сый жасасам деп арман қылып жүрмін, деді риясыз көңілмен. Арада тура 2 ай өткенде жұмысына қоңырау шалған келіншегі Жәмила үйге тосын меймандардың келіп қалғанын айтып, жұмыстан ертерек келуін өтінді. Олардың кім екенін сұрағанына, танымаймын, келген соң көресің ғой, деп трубканы қоя салды. Ойпырмай, бұлар кім болды екен, ә? Жәмиланың жасырғанда қандай сыры бар? Деген ойлармен үйіне жеткенше асықты. Жүк машинасын сыртқа қалдырып, аулада сәкі құрып жатқан 2 адамның бірінің өзінің ота жасаған неміс екенін тани кетті. Денсаулығы түзелген жан бұрынғыға қарағанда толысып, реңі де жасарып кетіпті. Өзіне күле қарап мәз болып тұрған Алексей Карлович Шмидттің бұған сақтаған құпиясы осы сәкі екен. Өрнектеп ою салып, қоладан құйылған темір сәкінің бар ынта жігермен жасалғаны көрініп ақ тұр. Темірден жасалған сәкінің талайын көрсе де, тап мынадай қоладан құйылған әсем өрнегі бар дүниені бірінші рет көргендіктен Олег таңданысын жасыра алмады. Осы жерде жаңа сәкінің үстінде өзін шын көңілмен қуантпақшы болған жандарды бұлар да қонақ етіп, қазақы дәстүрмен сыйлады.
Қоштасып қайтып бара жатқанда ақша ұсынған бұған Алексей Карлович: «Сіз маған өмір сыйладыңыз, ал менің жасаған затым содан құнды болғаны ма? Мен де сізді ең болмаса бір рет от души қуантайыншы дегенім еді», деді ренжіп. Арада біраз уақыт өткенде үйлеріне қонақ болып келген облыстық аурухананың бас дәрігері мен әйелі қоладан өрнек салып құйылған мына затқа ерекше ықыластары ауып қызықты. Бір кезде олар: «Осыңды бізге сатсаңшы, немесе сыйла», деп жата жабысса болар ма? Кісінің көңілін қалдырғысы келмейтін бұның мінезінен хабардар Жәмила алдын орап: «Үйге келген адамдардың бәрі үздігіп сұрап, осы сәкақ бізді жұртқа жексұрынышты етіп бітті. Әлде біз осы затқа лайық емеспіз бе?» деді әңгіме осымен бітсін дегендей. Егер әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лүпіл басып кетіңіз.